0 градусқа дейін төмендейді. Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және күткен назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз, жұмысымызды жалғыз қалдырмау үшін видеосына бір даналық белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз ендеше біз бастадық. Алдағы күнде республиканың көп бөлігінде бұлтты жаңбырлы және суық болады. Қазгидромет 2-4 қыркүйек каналы ауа райы болжамы жариялады. Кең және аз жылжымалы циклон Қазақстанның ауа райын анықтайды. Алдағы күнде республиканың көп бөлігінде бұлтты жаңбырлы және суық болады. Солтүстікте, шығыста, орталықта кей уақыттарда қатты жаңбыр жауады. Жетісу және Алматы облыстарының таулы аудандарында жауын-шашын, кей уақыттары қатты жауын-шашын жауып, сулы қар түрінде күтіледі. Найзағай, бұршақ, екпінді жел болады. Бұл аймақтарда ауа температурасы түнде 5-12, күндіз 13-20 жылы, түнде таулы аймақтарда 0-5 жылы болжанады. Қазақстанның батысында ғана жауын-шашынсыз ауа райы салыстырмалы түрде қолайлы температуралық фонмен сақталады. Еліміздің солтүстік-батысында, солтүстігінде түнгі және таңертең сағаттарда тұман болады деп болжануда. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау саламатта болыңыздар.